Әке мен ана арасындағы ұрыс-керіс бала жанына өшпес жара салады. Бәріңізге сәлем. Құрметті оқырман, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып, қазақ арнасының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Кеше әкем мен анашым екеуі бір-біріне қатты айғайлады. Алдымен әкем, сосын анам. Әкем анамды итеріп жібергенде ол құлады. Сосын әкем оны тепті, ұрды. Бүгін мені анашым бақшаға әкелмеді. Өйткені оның үйден ешқайда шыққысы келмеді. Өзін ешкімнің көргенін қаламайды. Ал менің кешке үйге қайтқым келмейді. Бұл бала бақшаға баратын ұлымның досы Әлиханнан естіп келгені. Баламның аузынан шыққан осы бір кішкентай ғана әңгімеден үлкен отбасылық трагедияның көрінісін елестеттім. Жас балаға осындайды көрсеткен ана мен әкені бас салып кінәлауға даяр тұр едім. Баланың көзінше ұрсып, төбелескендері несі? Деген сөз аузымнан шығып кетуге азақ қалды. Ойым жылдамдығын қалып, тілімді тістеуге мәжбүр етті. Себебі өз өткенім, өз қателігім ойыма түсті. Осыдан 8-9 жыл бұрын. Отбасын құрған алғашқы уақыттар. Әлі де жастық желігіміз бен менменсіген көкірегіміз басылмаған кез. Оған қоса көрсе қызар қызғаныш бар. Әйтеуір, күйеуім екеуміз де көп ұрсысатынбыз. Тым көп, түрлі себептермен. Асылында іздесең ұрысқа себеп қашанда табылады екен. Қазір ойласам, сол кезде сөзге келген кейбір себептеріміз тіпті болмашы нәрселер. Сонда да керісеміз де жатамыз. Ол кезде біз үшін маңызды да үлкен мәселе болған шығар бәлкім. Дауыс көтеру, дауласу, кінәлау, боғауыз сөздер. Қол көтеру болған емес, оған да шүкір. Әйткенмен, сол ауыр сөздердің өзі бізге үлкен зардабын тигізді. Бізге болғанда ол қызымызға, әсіресе тұңғышымызға. Кезекті бір жанжалдан соң қашанға дейін шыдаймын? Бұл қанша уақытқа созылады? Бұлай жалғастыру мүмкін емес. Мұндай отбасы болғаннан болмаған артық, деген ой келді маған. Өзімді күнде зәбір көріп, жапа шегіп жүрген құрбандықтай сезіндім. Әрине, өзімнен еш кінә іздемедім. Арамыздағы түсініспеушілікке де, оның ізін ала жеткен ұрыс-керіске де тек күйеуімді айыптадым. Қазір кетіп, басымды арашалап алмасам, алдағы бүкіл өмірім дәл осылай өтетіндей көрінді. Дереу заттарымды жиыстыра бастадым. Өзімнің және қызымның бір сөмке киімі лезде ақ жиналды. Екеуін екі қолтығыма қысып, есікке беттедім. Кетсең кет, деді өзін менен де, менің адам төзгісіз мінезімнен де әбден мезі болдым деп санаған күйеуім. Ол сөзін мен жауапсыз қалдырамын ба? Есік алдында екеуміз тағы да біршама жауаптасып тұрып қалдық. Осы уақыттың барлығында жасы бірден енді асқан қызым менің иығыма қойған басын бір көтермеді. Қайта мойныма одан әрі тығыла түскенін сезіп тұрмын. Біздің ашу-ызаға толы сөздерімізді естігісі, бір-бірімізге жек көре қараған көздерімізді көргісі келмегендей. Осыны сезінгенім мұң екен, сөзім сап тыйылды. Оның орнына ой келді. Мен не істеп жатырмын? Бұл қызды әлі ештеңе түсінбейді, білмейді деп ойлаймыз. Бір жасқа толған бала тұрмақ құрсақтағы шарананың өзі айналадағы адамдардың дауысын естіп, олардың ішкі сезімдерін, көңіл күйін біле алады емес пе? Ал менің қызым дәл қазір қандай күйде? Егер ол сөйлей алатын болса, әкесі екеумізге не дер еді? Осы ой төбемнен мұздай су құйып жібергендей әсер етті. Дереу есімді жиып алдым.
оңды солды айтылған сөз де, денемнің қалшылдап дірілдегені де, бойымды кернеген ашу ыза да басылды. Менің үнсіз қалған түрімді көріп, күйеуім де өзін сабырға шақырған болуы керек. Оның да екпіні бәсеңдеді. Бірақ оған ештеме демедім. Үнсіз жол сөмкемді есік аузына тастай салдым да, қызымды құшақтаған күйі бөлмеге кіріп кеттім. Көйлегімнің бір жақ иығының шылқыған су болғанын қызымды ұйықтатып болған соң ғана байқадым. Сонда бағанадан бері әкесі екеуміз ешкімге ештеңеге қарамай ұрсып жатқанда, қызым иығыма бетін басып тұрып үнсіз жылай берген екен ғой. Осы жағдайдан соң біршама мінезімді басқандай болдым. Өзіме күн сайын, ол еркек, мен әйелмін. Одан бір саты төмен тұруым керек. Оған жол беруге, оның алдында аз да болса кішіреюге тиіспін. Басқаны ойламасам да, қызымды, оның болашағын ойлауым керек. Қызым үшін өзімді өзгертемін, деп көп айтатын болдым. Бірақ ол да ұзаққа бармады. Қызымның жанына түскен жара көзге көрінбейтіндіктен, оны көп өтпей-ақ есімнен шығарыппын. Бұрынғыдай жиі болмаса да, ыдыс-аяқтың сылдыры қайта көтеріле бастады. Тағы бір сондай сылдыр-сылдырға ұласып, күйеуім екеуміз үйді басымызға көтере салғыласып жатқанбыз. Бір уақытта қызымның шар еткен үні шықты. Дәлізге атып шыққан екеуміз бірдей дауыс шыққан жаққа жуынатын бөлмеге қарай ұмтылдық. Кірсек, ванна кранынан буы бұрқырап ыстық су ағып тұр. Ал қызым соның астында шырқырап жылап отыр. Бұл кезде оның жасы 2-ге жақындап қалған еді. Біздің даусымызды естімеудің не назарымызды өзіне аударудың амалы болған шығар. Әйтеуір, ваннаға түсіп, суды ағызып, астында отыр екен. Мұнша ыстық болады деген баланың ойына қайдан келсін? Дереу судан шығарып, жедел жәрдем шақырып, әбігерге түстікте қалдық. Қызым осылайша күйік алды. Ыстық су арқасы мен жамбас терісін оңдырмай күйдіріпті. Қазір жасы 10-нан асса да, арқасында тыртықтың ізі әлі де тұр. Ол із біздің, әкесі екеуміздің қателігіміздің айғағы. Ақымақтығымыз үшін біздің бетімізге басылуға тиіс таңба еш кінәсі жоқ қызымның денесіне басылды. Сол тыртыққа қолым тиген, көзім түскен сайын жанарыма жас үйіріледі. Қызымнан іштей кешірім сұраймын. Бірақ енді одан не пайда? Осы оқиға бізге үлкен, ұмытылмастай сабақ болды. Кейін күйеуімнің маған келіп біз бір-бірімізге кім мықты, кімдікі дұрыс екенін дәлелдеуді қоюымыз керек. Мен ашуланып тұрсам, сен әйел болып кішірейе сал, үндемей қал. Сенің ашуыңа тиген нәрсені көріп тұрсам, мен сабаңа түсіруге тырысамын, деген ұсынысы өміріміздегі ең маңызды келісімнің бірі болып сақталып қалды. Жалпы, отбасын құрған алғашқы жылдарда ерлі-зайыптылар түсінісуді, бір-біріне кешіріммен қарауды үйренгенше қиындау өтеді емес пе? Уақыт өте келе ес тоқтатып, тәжірибе жинап, өзара ымыраға, үйлесімге келеді деп жатамыз. Бірақ осы уақыт аралығында балалар, әсіресе үйдің тұңғыштары көзге көрінетін де, көрінбейтін де жарақат алып үлгеретін сыңайлы. Бәлкім, бұл барлық отбасында бірдей емес шығар. Бірақ біздің өмірімізде осылай болды. Мен мұны үлкен қызымның арқасына түскен тыртықтан бөлек, мінез құлқынан да көп байқаймын. Ол томаға тұйық, адамдардың көңіліне көп қарап, жаутаңдап тұрады. Жасқаншақ әрі ерте есейген. Оның бала болып еркелемеуіне, өзін барлық жерде еркін сезінбеуіне, бойында батылдықтың болмауына кім кінәлі? Әрине біз. Балаларымыздың, әсіресе қызымыздың алдындағы осы айыбымызды терең ұққан біз қазір олардың көзінше мүлдем ұрыспаймыз деуге болады. Әрине, отбасы, өмір болған соң келіспеушіліктер болмай тұрмайды. Кейде ашу алқымнан алады.
Ығына жығылсаң, жылдар бойғы жиған тәжірибең мен қорытқан түйіндеріңнің күлін бір сәтте көкке ұшырап, алдына жығып берердей. Бірақ біз осындай ашу алқымнан алып, бір-бірімізді көргіміз келмей кеткен уақыттарда бір амал жасауды үйрендік. Ол үйден шығып кету. Үйден кету. Тек айқай-шу мен айтарыңды айтып алып, заттарыңды жиып алып, есікті тарс жауып кету емес. Жай ғана маған кішкене тыныштық керек деп ескертіп, ары қарай бас ауған, аяқ тартқан жаққа қарай тез арада жөнелу. Біз қазір түсінеміз. Анда-санда оңаша уақыт өткізіп, өзімен өзі болу, көңілі қалаған адамдармен отырып алаңсыз демалу әркімге ақ керек екен. Есесіне, осы уақыт ішінде ол көп нәрсені ой елегінен өткізіп, көп адамның қадірі мен өз өміріндегі маңызын ұғынып келеді. Үйге қайта оралған соң бетпе-бет отырып, сабырмен сөйлескенге ештеңе жетпейді екен. Осы нәрсе бірімізге қатты керек болып тұрғанда, екіншіміз түсініп, балалар мен үйге қатысты жауапкершілікті өз мойнымызға алып, артында үнсіз қала береміз. Кейде мен, кейде күйеуім. Есесіне, қазір шаңырағымызда шайпау сөздер, айқай-ұйқай естілмейтін болды. Баланың көзінше ұрыспау, ауыр сөз айтпау, татулық пен тыныштықты сақтау, сыйластық пен сүйіспеншіліктің үлгісін көрсету, бұл бала алдындағы ата-ана ретіндегі жауапкершілігіміздің бір бөлігі. Біз оны абыроймен арқалауға, атқаруға міндеттіміз. Ол үшін қаншалықты күш салу қажет болса да. Содан да үнемі өзімнен кейінгі отбасын құрғандарға баланың көзінше ұрыспаңдаршы. Лажы болса, бала жоқ жерде де ұрыспауға тырысыңдар. Себебі бала бәрін сезеді деп ақыл айтудан жалықпаймын. Жақтырса да, жақтырмаса да, керек етсе де, етпесе де, құлақ асса да, аспаса да, мен айта беремін. Себебі білемін, баланың көзінше ұрысу былай тұрсын, әйелін ұратындай еркектер арамызда әлі бар. Біздің жасаған қателігімізден бір адам өз басынан өткермей, баласына зиянын тигізбей тұрып сабақ алса, бір баланы жан жарақатынан, келеңсіз естеліктерден, ерте есеюден сақтап қаламын деп ойлаймын. Жазбамды сіздерге жолдауымның да басты себебі осы. Достар, видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп пікіріңізді қалдыра отырыңыз. Көңіл бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Келесі шығарылым тек сіздер үшін.